Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. Бүгін біз өткен аптаның айшықты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Адам баласын ізгі қасиеттерге жетелейтін діни дәстүрлі үрдіс әр мұсылманға парыз саналатын оразада келіп жетті. Қасиетті Рамазан айы 11 наурызда басталды. Сәуір айының 5-нен 6-сына қараған түні Қадір түні, ал ораза айт мерекесі 10 сәуірге сәйкес келіп отыр. Биыл пітір садақа еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасы негізінде 640 теңге болып бекітілді. Ораза айында қайырымдылық қорларының және жеке азаматтардың ұйымдастыруымен көптеген іс-шаралар өтпек. Шығыс Қазақстандағы зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен ең мұқтаж жандарға пәтер беріледі екен. Көктем келіп, күн жылынып, облыс аумағында сенбілік жәрмеңкелер өте бастады. 9 наурыз күні Глубокое ауданының шаруалары мен кәсіпкерлері Өскеменде өз өнімдерін ұсынды. Жәрмеңкеде қой, сиыр және жылқы етімен қатар құс еті, сүт өнімдері, көкөніс, балық пен жұмыртқа, бал және басқа да өнімдер сатылды. Ауылдағы дәмнен бөлек, аудан тұрғындары мерекелік концертте дайындап әкелген екен. Шығыста температуралық фонның жоғарылауына байланысты қардың қарқынды еруі басталды. Жаңбыр мен көк тайғаққа байланысты тас жолдарда қозғалыс уақытша тоқтап, қайта жанданды. Дей тұрғанмен облыстық төтенше жағдайлар департаменті жағдайдың бір қалыпты екенін айтып отыр. Атап айтсақ, Тарбағатай ауданының 8 елді мекенінде тұрғын үйлерді су баспау үшін су құбыры мен арықтарды қардан тазарту жұмыстары жүргізілуде. Ұлан ауданы мен Риддер қаласы да төтенше жағдайдың алдын алуға барын салып жатыр. Ал Күршім ауданының әкімі Алмат Ақышев аудандағы техника мен дайындық жұмыстарын тексерді. Сонымен қатар құтқарушылар халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ауланы қардан, арықтарды мұздан тазартуды ұсынады. Осы тұста Өскеменде су басу қаупіне байланысты жедел желі іске қосылғанын мәлімдейміз. Су басу қаупі туындаған жағдайда мына телефон нөміріне хабарласу қажет. Көктем келіп, күн жылында дегенмен синоптиктер алдағы күндері аяз қайта оралуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Қазгидрометтің мәліметінше 12-14 наурыз аралығында әсіресе түнгі уақытта ауа температурасы төмендейді екен. Ел аумағының басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Көктайғақ болады, тұман түсіп, жел күшейеді. Өскемендегі Сәтпаев даңғылы бойында жантүршігерлік жол апаты болды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша Mercedes-Benz маркалы көліктің 27 жастағы жүргізушісі қозғалыс жылдамдығын асырып, рульді басқара алмай электр жарығы бағанасына соғылған. Жарақат алған жүргізуші мен жолаушы қазір ауруханада жатыр. Қазақ руханиятының қоржыны кез келген тақырыптағы кітаппен тола берсе, мұның артықтығы жоқ. Облысымыздың кітапхана қоры аруларға арналған қызыма хат кітабымен толықты. Кітаптың тұсаукесері халықаралық әйелдер күні қарсаңында өтті. Авторы Нұрия Темірханова Өскемен қаласындағы Нұрсана білім беру орталығын құрушы ретінде елге таныс. Ол қазақ аруларының ұзатылғаннан кейін болашақ ана ретінде өздерін қадағалап, қазақи салт сананы бойына сіңіргенін, өз үйінде алған тәлім тәрбиені жарт-жұрттық ағайындарына таза қалпында кіршіксіз жеткізу, сол ортада сыйлы болып, құрметке лайық ана келіннен дана келін атану үшін не істеу керектігін қаламға арқау еткен. Осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Сіздермен болған Балауса Мэлс қызы. Тасқын судан аман болайық. Келесі кездескенше.